Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін сіздермен оңтүстіктің хит тамағы нан-салма тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттарымыз ет, пияз, картошка, сәбіз қажет болады. Етімізді майдалап турап аламыз, 4 бұрышты қылып. Кейін пиязымызды турап алатын боламыз. Картошкамызды да бір келке етіп 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Сәбізімізді турай 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, алдағы уақытта қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Бірінші болып сіз көретін боласыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Барлығын турап алғаннан кейін қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етімізді қуырып алатын боламыз. Етіміз қып-қызыл болып қуырылғанға дейін қақпағын жауып, дымдап, әдемі қылып жұмсақ болу үшін пісіріп аламыз. Етіміз қып-қызыл болғаннан кейін пиязымыз бен сәбізімізді қосып қуыратын боламыз. Пиязымыз қып-қызыл болғаннан кейін помидорымызды салатын боламыз. Помидорымызды 1-2 рет араластырып жібергеннен кейін картошкамызды қосамыз. Барлығын бірге қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Кейін оған өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен лавровлис, переправа және соевый соус қосып қуыратын боламын. Қуырылып болған подливімізге суды құйып, 20 минут қайнатып алатын боламыз. Еті мен картошкасы піскенге дейін. Астын жай қойып, қақпағын жауып қоямыз. Дайын болған подливімізді басқа ыдысқа салып құйып аламыз. Подливіміз дайын. Енді қамырымызды жайып дайындап алатын боламыз. Қамырымызды доп-домалақ етіп жайып алдық. Бешбармаққа кескен сияқты қылып оны кесіп аламыз. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымызды осылай кесіп аламыз. Ұзын-ұзын болады. Ортасына ұн шашуды ұмытпаңыздар, жабысып қалмау керек. Қамырымыздың барлығын осылай кесіп аламыз. Кесіп дайындап алған қамырымызды енді қайнап тұрған суға салып пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз дайын. Қазанымыз қайнап жатыр. Қамырымызды салып 5 минутта пісіп қалады. Қақпағын жауып, жақсы қайнағанға дейін қақпағын жауып қоямыз. Әдемі болып қайнап жатыр. Көбігі тарағанға дейін қайнап, қамырымыз піскен кезде сүзіп алатын боламыз. Сүзіп алған қамырымызға жаңағы подливімізді қосып араластыратын боламыз. Достар, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Тойымды тамақтардың бірі. Подливімізді араластырып алдық, майын жағып. Дайын болған тамағымызды дастарханға тартуға болады. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып кетулеріңізді сұраймын. Тамағымыз дайын, ас болсын. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сау болыңыздар.